Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая. Бүгін сіздермен қазан нан жасайтын боламыз. Міне керемет тандырда піскендей нанымыз, қараңыздар қандай көтерілген, күшті. Жасап көріңіздер, сіздерге айтамын. Өте керемет болады. Ауылдың тандырдың иісі шығады. Міне қараңыздар, күшті духовканың, магазиннің нанынан шаршаған болсаңыз, енді ауылға сағыныш болса, осылай жасап көріңіздер. Керемет шығады, жұмсақ, дәмі аузыңызда қалады. Буы шығып тұр. Суған күтпей үзіп жеп алдық. Қараңыздар, түсі қандай әдемі. Жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осындай әдемі нанды жасау үшін бізге не бәрі қажет болатын зат? Су мен ұн ғана. Ұн 500 грамм ұнға, 300 грамм суымызды, жылы суымызға, 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық май, сұйық май, дрожжды қосып, барлығын осылай видеодағындай араластырып, жұмсақ қылып ашытып қоямыз. Қамырымыз өте жұмсақ, әдемі қамыр болып ашыды. Осыны үлкен бір нан жасасақ та болады, бірақ менің қазанымның қақпағы кішкентай болғандықтан мен 2-ге бөліп алдым. Осылай 2-ге бөліп, бетін жауып қоямыз, бойын көтергенше. Осы кезде қазанымыздың крышкасын, газыңыздың бір көзіне, екінші қазанды екінші көзіне қойып, ішіне тұз салып қоямыз. Өйткені қазан қап-қара болып күйіп кетпес үшін. Нанымыздың астына тұзды су жақсаңыз да болады. Мен жұмыртқаның ағын жақтым. Қызып тұрған осындай қазанның қақпағына, видеода дұрыс көрсетілмей қапты, осылай жабыстырасыз дағыны, бортик жасап, ішін қазан вилканың көмегімен немесе нан шұқығышпен шұқып шығасыздар. Күнжітті сеуіп қойдым. Қызып тұрған қазанымызды осылай жауамыз. Естеріңізден шығып кетпесін, тұз салуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, үй жағдайында жасаңыздар.